UFC'де плюс бір қазақ дейтін уақыт келді, жігіттер мен қыздар. Диар Нұрғожа, өздеріңіз білетіндей, міне мен жаңа ғана отырып жатырмын. Жарты сағат бұрын толыққанды UFC файтері атанды. Bir құттықтап қояйын сіздерді, құтты болсын. UFC'де жігіттер көбейе берсін қазақтың. Жекпе-жек жайлы сөйлейтін болсақ, Бартыш Шевчик жайлы менің бірінші видеом бар. Бұл жекпе-жекті талқылаған болатын. Шамамен осындай нәтиже күттім. Не болмаса 3 раунд, не болмаса кем дегенде сол 2 раундтың көлемінде жекпе-жек жалғасады. Енді шыны керек, Диар соншалықты басым болады деп күтпедім. Ойладым бір тең жекпе-жек болады деп, бірақ бірінші раундтан бастап Диар Нұрғожа кәдімгідей тізгінді қолға алып алған. Оған қоса солақай болғаны түсінімше Бартышқа өте ыңғайсыз болды да. Өйткені бойы сәл ұзындау. Мына жер ашық, байқасаңыздар, бүйірден аяқпен соққылар көп кетті. Енді негізі бұл басты бір қағида: егер сен солақай, қарсыласың оңқай болса, онда сол қолды алыстан сол аяқты көбірек қолдану керек. Өйткені мына тұс ашық қалады, керісінше кейде бас ашық қалып жатады. Егер бүйірден көп сала берсең, еріксіз адам қолын төмендетеді, бүйірді қорғау үшін. Және бірінші раундтан бастап шыққан кезде кәдімгідей жүйелі түрде нақты бір нәрсе жасап жүрді. Егер жекпе-жекті қарасаңыздар, Диар Нұрғожа көбінесе сол аяқпен, яғни middle kick, бүйірден жасалған соққылар, анда-санда high kick салып отырды, және сол қолды жиі қолданып отырды. Яғни қарсыласы оңқай, оның тұрысы маған қарама-қайшы, сонда мен сол қолмен бүйтіп сала бере аламын, сол аяқпен бүйтіп сала бере аламын. Бартыш Шевчик өкінішке қарай бұл соққылардан қорғанатын ешқандай бір амал таба алмады. Көрдіңіздер ме? Сосын мынадай екінші раундқа келетін болсақ, дәл екінші раундта аяқталған жекпе-жек. Екінші раундта да бірнеше қызықты дүние болды. Бұл бірінші дәл осы нокаут жасаған комбинацияның алдында да жағдай қайталанды. Мына жерден ұра бергеннен әбден бүйтіп рефлекс қалыптасып қойған Бартыш Шевчик Диардың әрбір қимылына байқасаңыздар бүйтіп еңкейе берді. Және нокаут жасардың алдында да бір рет бүйтіп соққы көрсетті. Басын, қолын бүйтіп басына кәдімгідей жабыстырып қорғай бастады да. Міне қателігі осы жерде болды. Өйткені Диар әбден үйретіп алған. Соң осы аяқпен хай-кик жасардың алдында қолына назар аударыңыздар. Диардың бүйтіп барып қолын созды. Соққан жоқ, жай ғана қолын созды. Көрдіңіз бе, анау ұрып әбден рефлекс қалыптастырып қойған кезде Бартыш былай қолын қойды бірінші, екіншіден басын былай қарай жылжытты да. Сол кезде мына тұс ашық қалды. Аяқ дәл сол жерге ұшып келді. Бұл ненің дәлелі? Бұл лаки панч емес, аяқ астынан бір жасалынған соққы емес. Бұл кәдімгідей 1,5 раунд бойы жүйелі түрде осы шабула, осы соққыға алып келді деген сөз. Және тағы да бір назар аударатын, сәл бірнеше секунд тағы да артқа жылжитын болсақ, жаттықтырушысы Диастың дауысы болды бұл жерде. 1-2 аяқ деп айтты. Шамамен сол комбинация жасалынды, бірақ қатты қолмен соққы жасаған жоқ, әсіресе сол қолмен жай ғана бүйтіп созды да, былай қарсыласының қолына тиіскендей болды, бір соққы жасап жатырмын деген сияқты. Бірақ дәл сол көрдіңіздер, бұл жерде дайын болу да қиын, өйткені көбінесе ауысып отырады ғой. Егер сол жақтан соққы болса, логика бойынша келесі оң жақтан болу керек. Көрдіңіздер ме? Соңғы кездері жалпы Диарда емес, ММА-да да жиі көретін дүние, бұл оң қолмен лақтырынба, оң жақтан аяқ кетіп қалуы мүмкін, тізе кетіп қалуы, шынтақ кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Енді ММА өзгеріп жатыр, көрдіңіздер ме? Бұл жерде де сол қолмен соққы қолмен жасады, жасаған сымақ болды да, жоқ, сол жерден бірден аяқ ұшып келді. Тамаша нокаут, Диар Нұрғожайды құттықтаймыз. Дана Уайт мойындапты, өзі де айтып жатыр, тамаша рекорд, 10-0, анау-мынау, все как положено. UFC-ге қосылып жатыр. Одан бөлек көріңіздер ме, қазір Шафкаттың эффектісі бар. Қалай дегенмен UFC-де қазақтар туралы белгілі бір түсінік бар. Қазақтар осындай комментаторлар, енді шала ағылшынша бірдеңе түсіндім енді. Осындай жауынгер халық, батыр халық деп айтып жатыр. Оларда кезінде Головкин болған, бокстың мектебі ойбай тамаша деп айтып жатыр. Яғни Америкада дәл осы хардкорный фанаттар, эксперттердің арасында белгілі бір түсінік қазақтар туралы, қазақ спортшылар жайлы қалыптасып жатыр. Былайша айтқанда, дағыстандықтар туралы барлығы біледі. Ресей ММА мектебі
жайлы барлығы біледі, бразилиялықтарды біледі, жапондарды біледі. Бізде міне біртіндеп сол әлемнің үздік ММА мектептер қатарына еніп жатырмыз. Сондықтан бұл әрине қуантатын жайт. Ал Дияр Нұрғожайды тағы бір мәрте құттықтап қояйын. Жалпы бүгін көп айтарым жоқ, жай ғана осы бір кішігірім анализбен бөлісіп кетейін деп едім. Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Дияр Нұрғожайды алдағы уақытта қандай жекпе-жектерді көргіңіз келеді, қай уақытта көргілеріңіз келеді. Сосын тағы да айта кетерім, есімнен шығып бара жатыр, назар аударған, барлығы да назар аударған шығар, оған қайта көзін қыса берді, бүйтіп көзіне саусағын апарады. Кезінде естеріңіз болса, Дамир Исмагуловта де сондай жағдай болған, нервный тик, бүйтіп көзін қайта қыса береді. Бірақ бұл негізі емделетін дүние. Қазақстанда да жүріп оны емдеуге болады. Дамир қазір одан құтылды толықтай. Сондықтан бұл енді жігіттер жазып атқаннан кейін комментарийде соны айтып отырмын. Бұл қатты уайымдайтын жағдай емес. Негізі Қазақстанға келіп толықтай бұны да емдеп алуға болады. Осылай, құрметті көрермен, жаза отырыңыздар, не дейсіздер бұл жекпе-жек жайлы? Дияр Нұрғожайдың болашағы қандай болмақ UFC-де?